Екі жүзді ене. Аула жақтан шіп-шіп еткен дауыстан Жазира оянып кетті. Терезеден әлі жарық түсе қоймаған күздің таңы кештеу атады. Сонда да Жазира ауладағы дауысты мұқият тыңдап жатыр. Түскеніне енді ғана бір айдай болған келіні күн сайын осылай ерте тұрып, аула мен көшеге су шашып сыпырады. 4-те тұрмай-ақ 5-те тұрса да болар еді-ау, күнде кеш жатып ерте оянады. Бұл да біреудің әлпештеп өсірген сүйікті қызы ғой, деп ойлады Жазира. Бірақ онысын келініне айта алмайды. Келін түсіріп жатырмын деген жаңалықты айтқан соң, әріптестері, абысындары, көршілері бұған бар ақылдарын айтудан жалыққан емес. Сіздің мінезіңіз жұмсақ, келінді басыңызға шығарып алмаңыз, сәл қаталдау болыңыз. Келінді қызым деп еркелетпеу керек, келін ешқашан қыз болмайды. Ертең келінге жаныңыз ашып, үй тірлігіне араласып кетпеңіз, әбден үйреніп алған соң, тірлікті сіздің